екен. Жақсы. Демалысыңыз қалай өтті? Кездесу болды ма Айбат мырзамен? Иә, болды. Ұнады ма? Алғашқы кездесуіңіз? Білмеймін, эфирде кішкене басқашалар болады ма? Андай достардың арасында басқаша қалып былай сөйлесеміз деп вообще қысқаша. Айгүл, мен айтып жатырмын, осы бір ортада отырған, жалпы өмірде болсын, өзіңіз ара қатынаста болған жігітпен шын мәнінде дос болып қалу, қызбен немесе дос болып қалу мүмкін бе? Кейбіреулер отбасы болып араласып жатады ғой енді. Мүмкін. Өйткені мен араласқан бұрынғы жігіттермен негізінен жақсы араласам, кез келген уақытта мен оған хабарласа аламын, ол маған хабарласа алады деген сияқты сыйластығымыз өте күшті. Айгүл, мына жақта көбісі айтады ғой, бұрынғы ара қатынаста болған жігітпен немесе қызбен дос болып қалуға болады, ары қарай араласуға болады деп. Сол жайында сіз қалай ойлайсыз? Кейбіреулер тіпті өздерінің жеке отбасылық мерекелеріне де шақырып жатады сол адамдар. Білмеймін еді. Қаншалықты егер анда ғой, сенде әшейін таныстық болса, сен нәрсе дос болып қала аласың. Ал сенде кәдімгі жұптық, андай сезім, сондай үлкен нәрсе болған болса, онда сен ол адаммен әшейін дос болып қала алмайсың деп ойлаймын. Қала алмайсың. Иә, ауырып жүрдім от. Қызыңыз ше, қалай қызыңыз? Қызым жақсы, бәрі жақсы. Отношениемізбен жұмыс істеп жатырмыз. Жұмыс істеп жатырсыздар. Ойлатылған ештеңе жоқ, наоборот, күшті дос болып қалдық. Демалысыңыз қалай өтті? Ше, праздник сайын сыйлық жіберетінбіз. Жақсы. Оның қызы әйелі жоқ па? Жоқ. Онда сол үшін дос болып жүргенсіздер ғой сіздер? Жоқ. Қоймайды. Нұрай, жаңа таныстыққа дайынсыз ба? Енді ешкім жақсы көрмейсіз, жүрегіңіз босады ма? Мен ойлаймын, сізге осы нәрсе мүмкін керек болған шығар деп өзіңізге де. Мүмкін, иә. Иә, өзіме де определиться етіп алу үшін жай ондай біліп алу үшін керек болған шығар. Кетсіндерін кеп қалған дұрыс болды енді. Күшті болып жүрсіз бе енді? Иә, сәл легче болып қалды. Енді өз үміткеріңізді күтесіз. Иә, үміткерімді күтемін. Расул мен Әсемнің қасында жүре бермей, бір жақсы жігіт келсе, иә? Иә, бұйырса. Жаман қызғанады айтпаса Әсем Расулда меніңше. Шаршап кеттік дейді. Нұрай, сен қашан біздің қасымызда уже андай жүрмеген кездерің болады дейді. Расулдан қызғанады мен просто. Бәрі өздері неуверенный момент қызғана береді, бәрі жігіттерін қызғанады.